Баршаңызға бұл видеода мен сіздерге сумка тігуді, сыпыра тігуді және тек сыпыра ғана тігіп қоймай, осыны термонаклейканы қалай жабыстыру керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бізге сыпыраға қажетті заттар сумкасына арналған, сыпыраны салып қоюға арналған 40-40 ұзындығы. Артық жерін қазір қиып тастайтын боламыз. 40-40 қылып аламыз. Бұған түстес замок керек. Және де сыртқы матасы, дак матасы. Сумкасы де сыртқы матасы да бір матадан. Дак матасы су өткізбейді, өте сапалы, өте қатты. Сондай мата. Нан жайынға өте ыңғайлы. Беткі матасы бұл. Бұны ені 1, ұзындығы 1/2, 1/20. Сосын келесі сыпыра. Сыпыраны біз 100 қылып алдық. 100-де 100 қылып. Бұяқта бізде 4 лист өстіп қиып дайындап қойдым. Осының қазір сіздерге тігілу жолдарын көрсететін боламын. Міне бәрін тігіп алдық. Және сумкамызды тігіп алдық. Міне 4 жағынан өте ұқыпты тігілген. Енді осыны қоя тұрамыз да, мына 1 метр, 1 метріміз бүгін өзімізді үстіне қоямыз да. Мына 1/20 қылып аламыз енді. Сол 20 жағы осы жағында тұру керек. Ана жағын 1-де қылып қоясыздар да, осыны енді тігіп шығатын боламыз. Міне тіккенде біздің сыпырамыз осылай жинақы тұруы керек. Және осылай сыртқы беті
Бұны таза ұстауға, әдемі таза ұстауға арналған. Ораған кезде аша статик қолдана бересіздер. Мен азан қалдым. Бірден осы қойамыз. Өте жеңіл. Біз замок мата қойып қоямыз. Көпірін пішамыз. Асын көпіріміз. Біз үйде соңғы айтамыз. Көпірін пішамыз. Енді замоктың арғы жерін бітеміз. Замок ққан жерімізбен басын кімді қаратып тұрмыз. Замок. Приточите вообще. Поставь. Достар, ескере беретін жағдай осы мына жанды тігіп тастасаңыздар да болады. Термонаклейка жапсыратын боламыз. Асханасы анамның деген. Мен жаңа қақ ортасын белгілеп алдым. Енді осы жапсырып, өтекпен, қағазбен жапсырсаңыз да болады, калькамен де жапсырсаңыз болады. Өтегімізді қыздырып аламыз да. Бұлсыз басып шығамыз. Сөзімізді қойдық. Жазудың да ортасы и сыпыраның да дәл ортасы келу керек. Бетіне матаны қоямыз. Өтегімізбен бисмилля деп басып шығамыз. Жазудың наклейка жағы сол матаға қарайды. Басып шығамыз. Егер
Енді осыны кішкене суытып қоямыз. Суғаннан кейін болады. Одан кейін алатын боламыз. Сыпырамызды бөлектеп жатырмыз. Дайын болған сыпырамыз асханасы анамның. Және де міне осындай ілгіш тіккен болатын. Жан-жағын оверлоктадым, шетін оверлоктадым. Видеоны аса қолдап кетіңіздер.